Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін сіздермен бірге қазақ тілі пәнінен 8-ші бөлімнің 3-ші 4-ші сабағы өркениеттер қақтығысы атты тақырыпты өтетін боламыз. Осы 3-ші 4-ші сабаққа арналған тапсырмаларды біз орындайтын боламыз. Сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Енді тапсырма орындасақ, бізде бірінші тапсырма сұрақтарға жауап береді. Яғни біз өркениет дегенде, өркениеттер қақтығысы дегенді қалай түсінесің, өркениеттер қақтығысының адам өміріне кері әсері қандай деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Өркениет дегеніміз қоғамның материалдық және рухани жетістіктерінің жиынтығы. Өркениеттер қақтығысы дегенді қалай түсінесің? Өркениеттер қақтығысы тіл, дін, әдет ғұрыптардың бір-біріне сәйкес келмеуінен туындайды. Үшінші, өркениеттер қақтығысының адам өміріне кері әсері қандай? Өркениеттер қақтығысы тілдің жоғалуына және адамдардың бір-бірімен жасайтын қарым-қатынастарына әсер етуі мүмкін. Себебі, әртүрлі мәдениеттер тоғысқан кезде адамдар бір-бірімен қарым-қатынас жасауы қиындай бастайды. Ал бұл адамдардың түсініспеушілігіне әкеліп соғады. Екінші тапсырма мәтіндегі ойды талдап, аралас құрмалас сөйлемдерді табыңдар. Енді аралас құрмалас сөйлем дегеніміз не? Сол жөнінде кішкене ғана мағлұмат беріп өтейін. Аралас құрмалас сөйлем дегеніміз кемінде 3 жай сөйлемнен тұратын, құрамындағы сөйлемдер салаласы әрі сабақтаса байланысатын құрмаластың түрін біз аралас құрмалас сөйлемдер деп атаймыз. Енді біз мәтіннен аралас құрмалас сөйлемдерді табуымыз керек. Бірінші, өркениеттер қақтығысы америкалық саясаттанушы Самуэл Хантингтонның өркениетті көру туралы тұжырымдамасы. Бұл жерде ешқандай аралас құрмалас сөйлем жоқ. Алғаш рет бұл тұжырымдама 1993 жылы Хантингтонның өркениеттер қақтығысы мақаласында келтірілді. Қысқа мерзім ішінде бірнеше тілге аударылып, қызу пікірталас тудырды. Бізде бұл сөйлем аралас құрмалас сөйлемдерге жатады. Себебі бұл жерде сөйлемдер әрі салаласы, әрі сабақтаса байланысып тұр. Мысалға, алғаш рет бұл тұжырымдама 93 жылы Хантингтон өркениеттер қақтығысы мақаласында келтірілді десек, бұл бізде сөйлем салаласа байланысты. Ал қысқа мерзім ішінде бірнеше тілге аударылып, бұл бізде сабақтаса байланысты және де қызу пікірлас тудырды. Бұл сөйлемнің соңғы тиянақтаушы бөлігі болғаннан болып тұр. Сондықтан біздің бұл сөйлеміміз аралас құрмалас сөйлемге жатады. Өркениеттер тіл, әдет ғұрып, дін, институттар ортақ белгілері бойынша сипатталады. Бұл жерде құрмалас сөйлем жоқ. Егер де мына жерде үтір тұрған жерде кейбір оқушылар құрмалас сөйлемге шатастыруы мүмкін. Бұл тіл, әдет ғұрып, дін, институттар дегеніміз сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Осы орайда автор әлемдегі батыстық, конфуциандық, жапондық, исламдық, индуистік, православиялық, славяндық, латын америкалық және африкалық өркениетті ерекше атап көрсетеді. Бұл да бізде құрмалас сөйлем қатарына жатпайды. Осы орайда деген сөйлем бұл бізде қыстырма сөз. Ал қалған батыстық, конфуциандық, жапондық, исламдық деген өркениеттер тізімдердің арасындағы үтірі бұл бізде сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Сондықтан құрмалас сөйлеммен шатастырмаймыз. Автордың пікірінше қырғи қабақ соғыс аяқталып, кеңестік одақ ыдырағаннан кейін әлемдегі қайшылықтардың жаңа торабы жоғарыда аталған өркениеттің арасында болады. Ал бұл бізде аралас құрмалас сөйлем қатарына жатады. Үшінші тапсырма батыс және шығыс өркениеті деген тақырыпқа дерек көздерден материал жинап, пікірталас ұйымдастырыңдар. Енді мен сіздерге тек қана материалдар ұсынып отырмын. Өркениет дегенде ең алдымен ойға мәдениет деген ұғым оралады. Өркениетті мәдениеттен бөліп қарастыру жаңа дәуір зерттеушілерінен басталды. Қазіргі заманғы зерттеушілер, философтар, тарихшылар өркениеттің 3 айқындаушы белгісін көрсетті. Техниканың жетістігі, қоғамның әлеуметтік түзілімі, қоғамның бір-бірімен байланысы. Ал осы тұрғыдан топшылағанда өркениет деп белгілі бір халықтардың рухани және материалдық, тарихи және әлеуметтік белгілерінің ерекшеліктерін айтамыз.
Шығыс өркениеті. Мәдени даму жағынан шығыс өркениеті бір кездері іргесі қаланған мәдени үлгілердің, ғұрыптардың, әрекет тәсілдерінің алдын ала қалыптасқан жолымен жүрді. Дүние жүзіндегі алғашқы университет шығыста ашылды. Жаңа тарихқа дейінгі кезеңдегі ғылым мен өндіріс саласының теңдесі жоқ жаңалықтарының басым көпшілігі шығыста пайда болды. Индустриалдық өркениеттің суырылып алға шығуына, кейіннен білім мен ғылымның дамуына айрықша жол ашып берген төрт ұлы жаңалық қағаз, компас оқтары, гелиоцентрлік жүйесі алдымен шығыста пайда болды. Батыс өркениеті. Бұл өркениетте халықтардың егемендігі мен бостандығы, демократиялық формалары туралы идеялар көтерілді. Ежелгі Рим өркениеті батыс өркениеттерінің ішінде ерекше орын алады. Римда қазіргі заманғы құқықтың негізі қаланды және ол бірнеше ғасырға созылған уақыт ішінде жүзеге асты. Римдегі құқық жүйесі мүліктік және шаруашылық қатынастарды реттейтін мүліктің мирасқа қалдырудың жетілген нормаларын қамтыды. Римдік заңгерлер құқықты жеке адамдардың пайдасын көздейтін жеке құқық және Рим мемлекетінің жағдаятына қатысты жамиғатты құқықты екіге бөлді. Римде императорлардың заң шығарушы қызметі үлкен маңызға ие болды. Конституция деген жалпы атпен эдиктер, декреттер жарияланды, мандаттар таратылды. Міне шығыс өркениеті мен батыс өркениетінің өзіне тән ерекшеліктері осындай. Келесі тапсырма: мәтінді оқып, жай сөйлемдерді құрмалас сөйлемдерге айналдырыңдар. Енді біз мына сөйлемдерді құрмалас сөйлемдерге айналдырамыз. Бірінші абзац бұл ешқандай құрмалас сөйлемге айналдыруға келмейді, сондықтан екінші жаңа абзацтан бастаймыз. Солардың ішінде ислам өркениетінің бар екендігін ғалымдардың барлығы мойындайды. Араб түбегінде біздің заманымыздың 7 ғасырында пайда болған ислам солтүстік Африка, Пиреней жартаралы және орталық Азия, Үндістан, оңтүстік шығыс Азияға тез арада таралды деген сөзді біз құрмалас сөйлемге айналдырамыз. Солардың ішінде ислам өркениетінің бар екендігін ғалымдардың барлығы мойындайды. Сол себептен араб түбегінде біздің заманымыздың 7 ғасырында пайда болған ислам солтүстік Африка, Пиреней жартаралы және орталық Азия, Үндістан, оңтүстік шығыс Азияға тез арада таралды. Бұл біздің құрмалас сөйлеміміз сол себептен жалғаулық шылауы арқылы байланысқан себеп салдар салалас құрмалас сөйлем қатарына жатады. Одан кейін, соның нәтижесінде исламның ішінде көптеген бөлек мәдениеттер мен субөркениеттер пайда болды. Оларға арабтық, түркілік, парсылық және малайлықты жатқызуымызға болады деген екі сөйлемді біз қазір құрмалас сөйлемге айналдыратын боламыз. Соның нәтижесінде исламның ішінде көптеген бөлек мәдениеттер мен субөркениеттер пайда болғалы, оларға арабтық, түркілік, парсылық және малайлықты жатқызуымызға болады. Бұл жерде ғалы жұрнағы арқылы жасалған мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемді жасап тұрмыз. Одан кейін, ал батыс өркениетінің қалыптасуын біздің заманымыздан бұрынғы 700-800 жылдарға жатқызады. Ғалымдар оны үшке бөледі. Олар Европа, Солтүстік Америка және Латын Америкасы. Осы сөйлемдерді біз құрмалас сөйлемге айналдырамыз. Ал батыс өркениетінің қалыптасуын біздің заманымыздан бұрынғы 700-800 жылдарға жатқызғаннан кейін ғалымдар оны үшке бөледі. Европа, Солтүстік Америка және Латын Америкасы. Бұл жерде шығыс септігінің жалғауы және кейін сөздерінің қатысуымен жасалған мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем жасалып тұр. Мынау жатқызғаннан кейін деген сөз сөйлеміміз, екі сөз тіркесіміз нан деген шығыс септігіне және кейін деген сөздің тіркесуі арқылы жасалып тұр. Міне осылай жай сөйлемдерді құрмалас сөйлемдерге айналдырамыз. Өркениеттердің бір-бірінен ерекшелігі неде? Жалпы өркениеттер бізде арабтық, түркілік, парсылық деп, малайлық деп бөлінді ғой, және де бізде мелконың
қорытындысы бар. Саналы келісімі бойынша 12 өркениет бар екен біздің әлемде. Бірақ оның қазіргі таңда 7-еуі жойылып кеткен, ал 5-еуі өмір сүріп жатыр. Олар қытайлық, жапондық, индуистік, исламдық және батыстық өркениет. Яғни біздің қазіргі таңда өмір сүріп жатқан өркениет осы 5 өркениет екен. Қазақстан қай өркениеттің тармағына жатады деп ойлайсың? Себебі неде? Біз енді әрине Қазақстанды ислам өркениетіне жатқызамыз. Себебі біздер барлық қазақтар, бұлар мұсылмандар. Қазіргі таңдағы жойылып кеткен өркениеттер қатарына Қазіргі таңда жойылып кеткен өркениеттер қатарына мыналар жатады: Трипол өркениеті, Инд өркениеті, Миной өркениеті және Майя өркениеті. 7-ші тапсырма: қосымша дерек көздерді пайдаланып кестені толтыр. Яғни өркениеттер атауы, қалыптасуы, ерекшелігі. Мен бұл кестеде жаңа 6-шы тапсырманың ең соңғы сұрағының жауабы Трипол өркениеті, Инд өркениеті, Миной өркениеті, Майя өркениеті деп айттым. Мен бұлар бізде қазіргі таңда жойылып кеткен өркениеттер. Енді осы өркениеттер туралы мәліметті мен 7-ші тапсырмаға қолданғым келіп тұр. Бұл бізде өркениеттер атауы, қалыптасуы, ерекшелігі бойынша толтыруымыз керек. Бірінші Трипол өркениеті. Бұның қалыптасуы, яғни өмір сүрген жылдары біздің дәуірімізге дейінгі 5500-2750 жылдар аралығын қамтыған екен. Бұл да өркениеттің ерекшелігі неолит дәуірінде пайда болған өркениет тұрғындары Украина, Молдова, Румыния аймағында өмір сүрді. Түрлі наным сенімдерге бой ұрған олар бір орынды 50-60 жыл ғана өмір сүріп, екінші мекенге көшіп отырған. Көшкенде олар бұрынғы тұрған лашықтарын өртеп отырған екен. Екінші Инд өркениеті. Өмір сүрген уақыты біздің дәуірімізге дейінгі 3300-1300 жылдар аралығы. Бұл өркениеттің мекені Пәкістан. Бұл өркениет тұрғындары көптеген шаһар, қалалар тұрғызған, баспана қабырғаларына түрлі ою-өрнектер салған, шаһарларға су келетін құбырлар орнатқан, мақта өсіріп одан киім тігуді осы өркениет адамдары ойлап тапқан екен. Үшінші Майя өркениеті. Бұл өркениеттің өмір сүрген уақыты біздің дәуірімізге дейінгі 2600 жыл мен біздің заманымыздың 1520 жылдар аралығы. Мекені орталық Америка. Майя тайпасының тілі, дәстүрі әлі күнге дейін сақталған. Дегенмен бұл тайпаның ең бір даму кезеңі бұдан 1000 жыл бұрын өтіп кеткенге ұқсайды. Дәл сол тұста ұлы храмдар салынды. Олардың өзіндік хат жазу мәдениеті қалыптасты. Математиканы жетік меңгерді. Өзіндік күнтізбе, яғни аты жолы Майя күнтізбесі, өзіндік күнтізбесін құра білді. Пирамидалар тұрғызды. Инженерлік салаға көбірек көңіл бөлді. Осының арқасында бұл тайпа кейінге ғажап мұралар қалдырды. Ал Майя тайпасы неден құрып кетті? Ғалымдар 900 жылға созылған климаттың өзгеруі олардың жоғалуына алып келді деседі. Міне 7-ші тапсырма осылай орындалады екен. Жалпы оқушылар, сіздермен бірге 3-4 сабақ өркениеттер қақтығысына арналған кейбір тапсырмаларды дәл осындай реттілікпен орындадық. Барлығы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Жалпы бұл сабақтың тапсырмаларының жоба барқы осындай, ешқандай бір қиындығы жоқ. Тек біз сырттан қосымша деректер келтіріп отырдық. Сондықтан сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын және ұнады деген сенімдемін. Оқушылар, менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Себебі біз бұл жылдың ең соңғы 90-ы болғаннан кейін осы 90-да өте бір жақсы нәтижеге аяқтайық деген үміттемін. Және де өзге де оқушылармен бөлісе отырыңыздар. Және мені қолдау мақсатында мен ұсынған әрбір видео сабаққа лайк басып қолдай отырыңыздар дегім келеді. Баршаңызға сәттілік тілеймін.